Хей-йоу! Бұл универге обзор. Біз Қазнар университетінің алдындамыз. Ол қандай университет? Қандай мамандықтар оқытады? Ол қайда орналасқан деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Достар, бұл университеттердің басты ерекшеліктерінің бірі бұл жақта ветеринария, орман су шаруашылығы және де агроинженерия мамандықтарына шектік балл 50 баллдан басталады. Қазнар университеті тек қана Қазақстанның ішіндегі емес, сонымен қатар халықаралық аренаға шыққан үлкен университет ретінде танымал. Атап айтатын болсақ, осы уақытқа дейін Өзбекстан, Америка құрама штаттары, Қытай Халық Республикасында мемлекеттермен бірге тығыз байланыс орнатылды. Және де жақында ғана Қазақ-Қытай инновациялық ландшафттық орталығы дәл осы университеттің жанынан ашылған болатын. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде бір қатар ұйымдар жұмыс жасайды. Атап айтсақ, Шапағат, студенттің өзін-өзі басқару ұйымы, Зиялы Қазақ секілді студенттің жаңа қырынан ашылуына көмектесетін ұйымдар бар. Достар, біз дәл қазір студенттерге лекция өтетін кабинеттің ішіндеміз. Өздерің қарап тұрғандай кабинет ерекше, басқа университетте бұндай кабинет жоқ. Қарасаңыздар, үлкен интерактивный тақта бар, және де орындықтарын қарасаңыздар ерекше. Бұлай отырып, лекция тыңдағанға өте жайлы. Ондай орындықта отырып, сабақты күшті оқитын тақымыз, достар. Және мұнда арнайы студенттердің практикасынан алған теплицалар орналасқан. Ол жақта өте көп өсімдіктердің түрін өсіреді. Қазнар университетінде студенттердің практикасынан алған түрлі лабораториялар бар. Ол жақта тағамдарға, өсімдіктерге және де жан-жануарларға түрлі зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Жақында ғана бұл университетте алматылық апорттың жаңа түрі ойлап табылды. Тағы бір ерекшелік, мұнда студенттерге арналған дүкен бар. Және онда Мына жақ қаладағы дүкендерге қарағанда арзанырақ екен. Я дәл солай, достар, студенттерге арналған 10% скидка бар. Және де мұнда аптека бар. Сонымен қатар бұл университетте осы уақытқа дейін 60 мыңнан астам запастағы сержанттар мен офицерлерді дайындаған әскери кафедра бар. Университеттің мәлімдеуінше, бұл жақта физикалық дайындыққа арналған барлық құрал жабдықтар сақадай сай. Достар, біз дәл қазір Қазнар университетінің жатақханасының алдында тұрмыз. Бұл университеттің жатақханасының бір ерекшелігі, әр жатақхананың өзінің атауы бар. Біз дәл қазір Шаңырақ жатақханасының алдында тұрмыз. Ішін бірге көрейік. Достар, бізде бұл жатақханада 147 студентке арналған 49 осындай бөлме бар. Бөлмелердің іші бізде арнайы кереуетпен, шкафпен, үстел, орындық және де айнамен жасақталған. Қамтылған 80% практикамен оқытатын универге түскен келсе, Қазнар есік саған ашық. Ал достар, біздің видеомыз ұнаған болса, онда міндетті түрде лүпіл басыңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер, және де төменге өзіңіз қалаған университетті жазыңыздар. Біз сол универге барып обзор жасайтын боламыз. Сау болыңыздар.